Жаңа осы жерде көшеде жүріп, мынау Арбат қой, Алматы қаласындағы. Бұл жерде бір кездесулер болып жатыр екен. Қазір басқа адамдармен кездесу болады. Мен жаңа тап болған кезде бұл жерде бір ақыл айтқыш, өзінің ақылы өзіне жетпей жүрген бір адам ау деймін. Мен солай айтар едім де, өзінің ақылы өзіне жетпей жүрме деп. Себебі қазір Гүлекең қасымда тұр. Гүлекең де қатысты да себебі. Гүлекең де қатысты, мен де тыңдадым ол адамды, ол әйелді. Неге тыңдадым? Себебі мен ана жерде тұрып телефонды зарядкаға қойдым. Телефон зарядка алғанша тыңдауға тура келді де, амал жоқтан тура келді. Қазір Гүлекең, келші, сен жаңа тыңдадың ғой, кім еді ана әйелдің аты? Роза Әшімбай ма? Иә, Роза Әшімбай деген. Не айтты, не түсіндің? Өзі айтады, тыңдайды. Еркек пен әйел бірдей болу керек деді. Ане, көрдіңіз, тағын алды. Короче, еркек те әйеліне көмектесіп, үйіндегі шаруаларды бірге жасау керек. Короче, сондай. Тамақ пісіру керек, үй жинау керек, кір жуу керек деп. Соның бәрін айтты, еркек адам соны жасау керек. Иә, еркек жасау керек дейді. Болды, Гүлекең осыны түсінген екен. Рахмет Гүлекең, мен әрі қарата өзім айтайын қазір. Саған ұрсам қасымда тұрсам. Енді айтайын дегенім, қараңыздар, осындай өздерінше бар ақыл айтқыш адамдар бар ғой, әйелдер. Жаңа Роза Әшімбай дегендер. Сондайларды тыңдап жүрген адамдар, әйелдер, сендер ақымақсыңдар. Себебі қазір ғана бір жарты сағат Гүлекең тыңдағанда қандай өзгеріс алып шықты, көрдіңіздер ме? Күйеуі бәрін жасау керек, бірдей жасау керек, екеуі тең болу керек деген уже ұғымды миына құйып жіберді жаңағы кім, Роза Әшімбай. Ал оны баяғыдан бері тыңдап келе жатқан адамдар, вообще олардың милары деген соған үйреніп кеткен деп ойлаймын. Себебі оның әңгімесінің бәрі сондай екен. Әйелді көтеріп, еркекпен бірдей қылу екен әңгімесі, мен түсінген. Неге ондай адамдар толып кетті? Ол ондай тыңдаған адамдардың көбі меніңше күйеуімен ажырасып, балаларын жаңағы жетім қалдырып, сондайға дейін кетіп жатыр деп ойлаймын. Онда тыңдаңыздар басқа адамдарды. Мысалы мен айтар едім, тыңдауға кімді ал жақсы, кімді тыңдаймыз деп отырған боларсыздар. Кімді тыңдауға? Мысалы мен айтар едім, кәдімгі шынымен де адамды өзгеріс қылып келетін әйелдердің ішіндегі жаңағы жақсы әңгіме айтатын, осындай мотивация беретін, мысалы Мақпал Қаратай деген бар, иә. Вот, сол кісіні тыңдаңыздар. Мен ол кісіні кәдімгідей дұрыс, ол адам дұрыс әңгімелер айтады. Мысалға, кімде жақсы әңгімелер айтады, да? Міне келе жатыр өзінше ол. Әйел, қара киімдегі. Анау кімге ақыл айтайын деп жүр, ол бұтында шалбар, өзінде очки, жақсы әңгіме ода емес. Бірақ та ақылының түрі манағы, еркек бәрін жасау керек, үйінде бала бағу керек, тамақ пісіру керек, кір жуу керек деген әңгіме ол. Не әңгіме, масқара емес пе? Тіпті бар ғой, ол мына жерге көшеге келгенде әңгіме айтып қалды ма оған енді? Ол өйтіп әңгімесін айтпай-ақ та, адамдар өзінің білімін өздері алып жатыр, жақсы адамдардан. Даже ол былай деп те айтып қояды да, түсіріндіп бара жатыр, кетіп қалды. Мына жақта кетіп бара жатыр. Енді айтарым, әйелдер, ондай адамды тыңдамаңыздар, оның ақылын алмаңыздар. Басқа да ақылды адамдар бар ғой, алатын болсаңыздар, кітаптар бар. Қазір как раз мына жерде мінекей кітаптардың көрмесі болып жатыр. Фест кітап па, Фест кітапхана ма, сондай көрме болып жатыр. Вот осындай кітаптарды оқыңыздар, білімді адамдар деп айтар едім. Жаңағы ақыл айтпақ түгілі өзі кім боларын білмей жүрген адам ғой. Ол деген ақша үшін жасап жүрген адамда, былай қарағанда, ақшаны қалай өзімді көп ақша тауып байысам деген жүрген адам. Ол мысалы мана дейді де, өзі шынын айтып қалды, қалай айтып қалған білмей қалды ау дейді. Ол дейді, адамдардың арманы таусылмайтын дейді. Біз сол адамдардың арманы таусылмайтынын біліп, біз оларға әр кез сол армандарын қуалай беру үшін біз олардың ойларына армандар салып тұрамыз дейді. Сол арманды армандап, бұл кісілерден, жаңағы Әшірбайдан сол арманына жетемдеп, алға қарата талпынып, тағы да бір сабақтарын ала береді екен да. Сондай маркетологиялық бір әдісін өзі қалай айтып қойғанын білмей қалды. Сол армандар адамдардың сезімдерімен ойнайды да олар. Адамдардың сезімдерімен ойнап, сондай әрекеттер жасап ақша табуға барады уже. Шын айтамын, бұл деген тіпті мына сөзінде ол эфирде отырып алып, немесе кітап жазғанда керемет қылып жазатын шығар. Бірақ мана сөйлеген сөздерінде бір мән жоқ, бір дәмі жоқ әңгімелер айтқан. Қазір мен түсіріп алған бір үзінді видеолар бар. Соларды да салып кетермін, не ма? Салып кетемін, тыңдап қараңыздаршы. Бірақ мен мана ғана еркектер жайында айтып жатқан жерін түсіріп үлгере алмай қалдым. Ол үшін бәрін түсіріп тұру керек қой, мен оның бәрін түсіріп тұрған жоқпын да бір.
телефон қосқан кезде ол айтып болып қалды. Вот сондықтан да достар, әсіресе әйелдер қауымы, дұрыс адамды тыңдаңыздар. Ондай әйелдерді тыңдаған тек қана ажырасуға ғана алып барады. Шын айтам, оны тыңдасаңыздар бар ғой, қазіргі әйелдік қасиеттеріңізден айырылып қаласыздар. Оны өзі де сөйтіп жүрген адам сияқты меніңше. Кәдімгі боевой болып тұр ғой, еркек болып кеткен әйел сияқты болып көрініп тұр да. Қазіргі күйлеріңізден айырылып қаласыздар. Оғанда ерлеріңізді сыйлап, жанұяларыңызды жаңағы күнде қалай өмір сүріп жатса солай өмір сүре беріңіздер. Тыңдамаңыздар оны.